Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге осындай өте керемет түрік халқының осындай булочкасының рецептісімен бөлісемін. Бұл булочканың аты ачма деп аталынады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын илейміз. Ыдысымызға жылы су, жылы сүт, қант қосамыз. Қантты көп қоссаңыздар, одан сайын дәмді болады. Одан кейін 1 шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ашытқы қосамыз. Менде құрғақ ашытқы болды. Енді тағы да жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқа және де сұйық май құямыз. Барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Мен жақсылап араластырып болдым. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосқан соң бірден жақсылап араластырамыз. Себебі біздің қамырымыз суып қалмау керек. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы болып көтеріледі. Қолмен қамыр илейміз. Енді иленген қамыр осында қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Енді қамырымыздың бетін осылай пищевой пленкамен жауып қоямыз. Пищевой пленкамен жабамыз. Міне барлық жеріне осылай тигізіп жаптым. Енді дайын болған қамырымызды шамамен 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз, немесе 1-1,5 сағатқа. 1,5 сағат өтті, мен 1,5 сағатқа қойдым. Енді біздің осындай булочкамыздың қамыры ашыды. Енді дайын болған қамырымыз осылай болып көтерілді. Енді оны ыдыстан босатамыз. Ең алдымен дәл осындай тақтайымызға сұйық маймен, щеткамен осылай жағып шығамыз сұйық майды. Енді қамырымызды ыдыстан алып, дайын болған қамырды оны дәл осы тақтайымыздың бетіне қоямыз. Қамырымызды енді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен де шамамен 12 бөлікке бөлдім. Міне қамырымызды осылай зуалап қойдым. Менде осы тақтайда 6 штук тұр, ал мына ыдыста да 6 штук. Барлығын қосқанда 12 штук, яғни 12 дана біздің булочкамыз дайын болады. Енді біз оны түйеміз. Түйу үшін қамырымызды шамамен 5-10 минутқа тұндырамыз. Одан кейін бір қамырды алып, оның бетіне сұйық майды жағып, одан кейін қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін алып, осылай, дәл осылай видеодағыда көрсетілгендей ұзыншалап бір келкі етіп қолымызбен жаямыз. Бір келкі етіп дәл осылай жаямыз. Екінші қамырды да алып, бір келкі етіп бірінші қамырдай ұзыншалап жаямыз. Енді 2 қамырды алып, бір-біріне қойып бүгеміз. Яғни дәл осылай бір-біріне тигізіп, дәл осылай ораймыз. Одан кейін соңғы жағын түйіп, ол екеуін бір-біріне біріктіреміз. Біздің осындай түрік халқының осындай булочкасын осылай түйеміз. Осыны тағы да 3-еуін түйеміз. Сол кезде бізде осындай булочкалар пайда болады. Енді біз оның бетіне жұмыртқаны жағамыз. Жұмыртқаның сарысын да жақсаңыздар болады, немесе 1 дана жұмыртқа да бола береді. Оны барлық біздің булочкамыздың бетіне жағамыз. Одан кейін оны әтемдеу үшін мен мақ қолдандым. Барлық булочкалардың бетіне мақ және де күнжітті сеуіп шығамыз. Біздің осындай қылып булочкамыздың бетіне барлығын жағып шықтық. Енді біздің дайын болған осы булочкамыздың қамырын 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз.
түрік халқының осындай өте дәмді булочкасы дайын болды. Яғни бұл ачма деп аталынады. Өте жұмсақ, дәмді, тәтті болып шығады. Егер де сіздер шекерді, яғни қантты көп қоссаңыздар, бұл булочкалар одан сайын дәмді бола түседі. Сол себепті жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұдан да әлі өте көп рецепттермен сіздермен бөлісемін. Сіздермен болған Жібек. Қош, сау болыңыздар. Ас болсын.